Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Біздің бір тыңдарманымыз видеоның астындағы комментарийға ауыл шаруашылықпен айналысуға бола ма деп жазыпты. Әрине бұның менің түсінігім ауыл шаруашылық жұмыстарды істеу арқылы Канадаға қызмет виза алу, жұмыс виза алуға бола ма, болмаса Канадаға сол ұзақты бір тұрғыны болуға бола ма дейтін сұрақ деп түсіндім. Сондықтан бүгін осыған қатысты бір қысқаша бір видео сіздерге дайындадым. Сонымен көптеген жолдармен Канадаға қызмет виза, жұмыс виза алу, болмаса көшіп келу, болмаса ұзақ тұрғыны болу көп жолдары бар. Бұның ішіндегі енді бір программа Agri-Food Pilot. Agri-Food Pilot дегеніміз осындай ауыл шаруашылықпен айналысатын жұмыстарды айтады. Сонымен, біріншіден, қандай адамдар, қандай жағдайда осы жолмен жүруге болады? Eligibility дейді. Have eligible work experience. Жұмыс experience. Мен бұл жерге аудармасын жазып аламын. Тәжірибесі. Жұмыс, қызмет тәжірибе болу керек. Бірінші, екінші job offer керек. Job offer дегені бұл жердегі бір қызмет хат алу керек. Мысалы, бұл жұмысқа жұмыс ұсыныс хат. Жұмыс ұсыныс хат қолда болу керек. Үшіншіден language requirements, тілге деген сіздің қабілетіңіз, ағылшын тіл болмаса Франция тілге деген қаншалықты қабілетіңіз керек дейтін үшінші шарты. Төртіншіден education requirements, сіздің үйрену тарихыңыз. Ал одан сырт, бесіншіден қаншалықты өзіңізде жеткілікті ақшаңыз бар ма Канадаға келіп тұруға. Осы 1, 2, 3, 4, 5 түрлі, үлкен жақтан қарағанда осы 5 түрге қараймыз. Ал бұның әр біреуінің шарты біздің кейбір айтып кеткен жоғары деңгейдегі, мысалы жоғары академиядан жұмыс істейтін доғдырлық, болмаса университет мұғалімдік дейтін осы кәсіптерден қараған кезде бұның шарттары төменірек. Мысалы, біріншіден work experience, қызмет тарихы, сіздің жұмыс тарихыңыз, болмаса жұмыс тәжірибе. Ұмытып қалып отырмын. Тәжірибе, жұмыс тәжірибеңіз болу керек. 1 жылдық жұмыс тәжірибе. Мысалы, өзіңіздің өндіріске қатысты, болмаса өзіңіз жаңа айтып отырған ауыл шаруашылық жұмыстар болады. Мысалы, оған кем дегенде 1 жылдық. Бұл жердегі 1 жыл дегеніміз 1560 сағаттық осы жұмыспен айналысып көрдің, оны дәлелдей аласыз. Дәлелдей алатын жағдай болу керек. Екіншіден, бұл жердегі қызметтер әрқандай қызметтер емес, әрқандай жұмыс емес, ауыл шаруашылық кәсіптің ішінде де осы industry, осы осы өнеркәсіптердің ішінде де кейбір өнеркәсіптерді қолдайтын өнеркәсіптер бар, оны әзір төменде айтамыз. Сонымен, біріншіден, қандай өнеркәсіптерді айтып отырмыз? Мысалы, greenhouse. Greenhouse деген көкөніс өндіру, mushroom дегеніміз саңырауқұлақты өндіру, сиыр бағу, қой бағу, осындай өнеркәсіптерді қолдайды. Ал нағыз қандай жұмыс болу керек дейтін оған деген талаптары бар. Әрбіреуінің алдында мындай бір нөмір жазылып тұрған, өйткені бұл жақта қайсы қызмет істедіңіз, қандай жұмыс істедіңіз, қандай өнеркәсіп деген оған өте қанық бір бөлімшелері бар, өте қанық талаптар. Ал осы жұмыстармен айланысу керек. Бірінші, оған деген кем дегенде 1 жылдық қызмет тәжірибе болу керек. Жұмыс тәжірибе. Бұл жердегі тәжірибе әрине тағы да өз мемлекетіңізде емес. Ол Канаданың осы жерлік тәжірибе. Сондықтан ол сіз сыртта тұрып өз мемлекетіңізде тұрып тапсыратын болсаңыз, оған өте қиын. Өйткені ол қажеті Канаданың қызмет тәжірибесі. Сіз бұл жерде келіп осы жұмыспен кем дегенде 1 жыл айналысуыңыз керек. Одан сырт ары қарай барып, permanent resident, ұзақты тұрғыны болуға дейтін соған тапсырылады. Ол біріншіден. Екіншіден, starting on January 1st of each year, әр жылдың 1-ші айдың 1-нен басталады. Осы жол арқылы Канаданың ұзақ тұрғыны, былай айтқанда жартылай азаматын алуға
әр жылы бірінші айдың бірінен бастап осыған документтеріңізді тапсырасыз, осындай жолдарын бастап кету керек. This pilot will last for 3 years. 3 жылға шейін ғана осы программ арқылы Канада өзіне адам осындай қарапайым жұмыскерлерді өзіне қарай кіргізеді. 3 жыл дегені 2023 жылда бітеді. Бұл жерде жазылмаған, бірақ басқа бір жерлерінде жазылған болады. Осы қызметкерлерге әр жылы өзінің бір саны бар. Бірінші айдың бірінен басталады. Сосын осы санға шейін алып болса, жеткен болса, одан ары қарай осы жол арқылы жартылай азаматтарды қабылдамайды. Мысалы, жаңа біз айтып отырмыз, Industrial butcher, болмаса retail butcher дегені қасапшы кәсіпкер. Осыған әр жылы 1470 адам Канада өзіне қарай кіргізеді. 1470 адам бітіп кеткен кезде, олған кезде болды программ жабылады. Біз айтылы бірінші айдың бірінде, мысалы, үшінші айға келгенге шейін әзір 1470 адам алып болған болса, үшінші айда тоқтап қалады. Әр жылдың бірінші айдың бірінен бастап 2023 жылға шейін осы сандарды ғана толықтайды. Ал general farmer worker дегеніміз қарапайым қызметкер. Қарапайым қызметкен әр жылда 200 кене адамды өзіне қарай қабылдайды екен. Екіншіден job offer деген сізге келген ұсыныс хат. Жұмыс берушінің сіздің қолыңызға берген жұмыс ұсыныс хат. Ал бұл жұмыс ұсыныс хат дегені сіз осы жерде 1 жыл істедіңіз, болмаса 2 жыл істедіңіз, сосын сіздің жұмыс беруші employer сізге беретін offer. Қызмет offer. Ал бұл қызмет offerдің ішіне ол сізге жазған кезде оның да талаптары бар. Мысалы, жаңағы өндірістің ішіндегі бір өндіріс болу керек. Бұл ұзақ уақыт, толы уақыт қызмет болу керек. Сізге берген кезде апта сайын кем дегенде 30 сағат қызмет істейтін осындай жұмыс болу керек. Non-seasonal деген мезгілді жұмыс болмау керек, маусымды жұмыс болмау керек. Үшіншісі тілге деген талап. Тілге деген талап біз айтып кеттік. Көп жағдайда тілге деген сіз тыңдау қабілетіңіз, есту қабілетіңіз, сөйлеу қабілетіңіз, оқу қабілетіңіз, одан сырт жазу қабілеті деп төртеуге бөлінеді. Бұл жақтағы ағылшын тілге қатысты сынауға қатынасуыңыз керек, ол сынаудардан өту керек. Бұл жерде оған деген level 4 дейді. Level 4 дегені ең төмен талап. Бұл айтқан кезде сіз біраз уақыт, 1 жыл үйренетін болсаңыз, бұл тілге деген осы тіл қабілетінен толықтап алуға болады. Ол ең basic, ең оңай, ең төмен бір дәрежелік қана талап, ол өте қиын емес. Үшіншіден, educational requirement. Educational requirement деген сіздің бұрынғы үйрену тарихыңыз. Бұл жерде Канаданың high school бітіру керек дейді. Канададан толық орта бітіру керек. Болмаса, сіз өз мемлекетіңізде толық ортаны бітірген, болмаса толық ортадан жоғарырақ оқу тарихыңыз бар деген дәлелдеуіңіз керек. Әрине өз қолыңыздағы қазақ тілі болмаса қытай тілде болып жазылған дипломдарыңызды танымайды. Оны educational credential assessment дейді. Оны бағалап көреді. Мысалы, Канадада осындай бір организациялар бар. Сіз оған апарып ақшасын бересіз, әрине. Соған қарай отырып, сіздің дипломыңызды Канададағы қандай дипломменен тең деп соны бағалап береді. Сол бағалауға қарай отыра сіз high school'дан бітірген болсаңыз болды. Толық ортаны бітірген болсаңыз болды. Бұл өте қиын емес. Бір әрқандай адамның 100% адамдардың бәрі толық орта бітірді деп ойлаймын өз ойымда. Сондықтан бұл да қиын жағдай емес. Енді бірі өзіңізде жеткілікті ақша болу керек. Жеткілікті ақша дегеніміз қаншалықты жеткілікті ақша? Бұны біз неше реткі видеолардың ішіне айтып кеттім. Бұл сіздің жан саныңызға байланысты. Мысалы, сіз өзіңіз жалғыз бір адам болатын болсаңыз, сіздің қалтаңызда $13,213 ақша бар дегенде, соны Канада долларын бар дегенде дәлелдеуіңіз керек. 2 адам болатын болса, 16,000 осыншалықты ақша бар дегенді дәлелдеуіңіз керек. 4 бір семья, бала-шаға бар 4 адам болатын болса, сіздің қалтаңызда, банк аккаунтыңызда $24,553 бар деп осыны дәлелдеуіңіз керек. Әрине, мынау мен әзір көріп отырғаным бүгін
2021-18. Сондықтан дәл әзіргі уақытында осыншалықты ақша бар деп дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, осы бір жылдың ішінде әр жылы өздерінде өзгеріс болып отырады. Сондықтан сіздің өзіңіздің дәл сол уақытқа қарай отыра, қаншалықты ақша бар деген дәлелдеуіңізде сандарында өзгеріс бар болуы мүмкін. Бірақ та үлкен жақтан айтқан кезде өте үлкен farq болып кетпейді. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Міндетті түрде біздің комментарийға өзіңіздің сұрақтарыңызды, өзіңіздің ойыңызды жаза жүріңіз. Өйткені мен әзір видеоны сіздердің комментарийдағы сұрақтарыңызға қарай отыра, сіздің қажеттеріңізге қарай отыра видео шығарып жүрмін. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламет болыңыз. Рахмет.